участники второго дня нашего замечательного международного театрального фестиваля «Арт-Ордо». Добрый вечер еще раз. Мы хотим сразу сделать небольшое объявление перед тем, как вы увидите на этой великолепной сцене музыкально-драматический театр из города Петропавловска, который сегодня представлен нам «Ревизор». Мы хотим объявить также, что завтра в 10 часов в Министерстве культуры состоится обсуждение всех увиденных сегодня спектаклей. И на этом обсуждении, конечно, могут принять участие все, кто представляли спектакли в течение сегодняшнего дня. Ну и обязательно завтра ждем всех на конференции, которая будет посвящена также этому фестивалю. Ардактуу меймандар, мына азырда сиздер бир жакшы спектакльге күбө болгон отурасыздар. Мына бул ар бириңиздердин, ар бир театрдан келген биздин коноктордун бири-бирибиздин спектакльдерди көрүп, бири-бирибизди колдоп, бири-бирибизге мындай бир туугандай мамиле кылып отурганыбыз абдан кубандырат. Анткени ар бирибиз ар бир келген спектакльдерди көрүүгө милдеттүүбүз. Ошол жерде барып биз колдошубуз керек. Мына ошону дагы бир жолу сиздерден бир өтүнүп туранабыз, урматтуу биздин ар бир театрдан келген коноктор. Анда сырткары бүгүнкү эң сонун спектакльде биздин Орто Азия эмес, жалпы дүйнөгө белгилүү режиссер Барзу Абдыразаков койгон. Мына ушуну бүгүн чогуу бардыгыбыз көрөлү. Барзуну эми өзүңүздөр билесиздер, Тажикстандан чыкканы менен мунун койгон спектакльдери бүт дүйнөнү аралап жүрөт. Көп өлкөлөрдө болуп келет да. Ошондон жалпы атыңыздарга азыр жакшы маанай каалайбыз. Жакшынакай отуруп спектакль көрүңүздөр. Биздин фестивалыбыздын мындан аркы жолу байсалдуу болсун. Рахмат сиздерге. Мен сіздерге орасан жайсыз хабарды естіртуге шақырттым. Бізге ревизор келе жатыр. Ревизор. Петр Иванович, сұраған айтысыныз ба жоқ па? Қайдан? Петербургтан. Жасырын ревизор. Және астыртын жарлығы бар көрінеді. Сол. Андрей Иванович Чмыховтың хатын оқып берейін сендерге. Түнде бар ғой, түсімде. Екі еге ойық, түсімнен кетсінші. Өмірі мұндай тысқан көрген емеспін. Добал! Бара! Алай, бейтін,
Ketip kaldı. Sonu katını okup vereyim. Artem'i de bilin bunlar. Artem'i de bilin bunlar. Siz bunu caksı bilesiniz. Bana Andrei Ivan Şikov'da. Çak, oldu. Hay! Ya koyasından da çok basın. Bakın noktasından da okuyacaklar bunlar. Bundan ben. Suyuklu dostum. Zamandasın. Cennet suyu üşüm. Ya, mine. Sağan asığız bildirmek havarım var. Joğarıdan jarlığı var bir törü geldi. Ya, o bükül oblastı, asirete bizden kalanı Karamakşa. Ol özün, jay adamın dese de, men onu anık selimde adamlardan istedim. Men bilem koy, sen de yurt katarlı künadan muntazda jan emesin. Üytkülü akıllı adamsın koy. Kudayдың berip atkan akşasın kim başat deydi? Baba, karış. Çere. Bu sende ne diyorsunuz ya? Sak bolğanın üçün. Üytkünü, bir günü köz boyaşтай sap ete düşse, tepti kelip alıp bir жерге tığılıp yatmasına kim getir? Elde bulacak ende. Üy jayında aytып ketти. Öyle, osылай жағдай. Çay, ne balday? Antalya'dan 3. Nege biz yerimiz oraya aytmış. Nege olmasın endi, nege olmasın. Taqdir. Kudayjalga başka kalalara ketişet. Endi buna bizge kezep geldi. Oy, çıkar var. Bol, alacağım. Var. Ne oldu? Haydi. Rossiya. Soğuklaşmak bu. Çocuklar ve soğuktan gözüne kıyamak. Çok önemli. Onlardan görün son şükür. Bravo. Şekerede turganın ne sayı var? Ne sayı? Haydi, ne sayı? Anan sakız. Bedrivan. Anan sakız denecek var. Abbas Fiyadroviç. Abbas Fiyadroviç. Bırak. Sakız de Bedrivan. Var olacak. Abbas Fiyadroviç. Vergalan. Tezbesin. O benim olsun da kelek. Ben senlerge eskerttim mırzalar. Eskerttim. Sak bolunlar. Canede ben senlerge maslihat eder. Şundan. Bol. Sırtan var, bol. Ardemi de bile bunlar. Bolsandarşa. Ama söyle, bolsan şey. Artur. Haydi değil mi lan? Haydi. Dur düşme. Ya. Artur değil o. Artemide Filip buna. Buna kelgen türü. Buna aldı mene sizin iyilik orunlarınızı korkusu gerek. Sonduktan da anağı avrular. Hüyünde жүргендей kir koca kapmak жүрmesin. Buna kalbaklar taza bolsun. Böyle taza kapmak kiyecek. Sodan keyin. Her bir kravattın basında latınca nemese bir түсініксіз bir tille жазып koyun. Ya, hay. Nemіз қайда, nemіз? Sol biledi. Hadi. Bizden var. Olay kravattın basında Eins, zwei, drei, enen durayın da жазып тұрsa. O bәрібір ешкім оқымайды. Түсінбейді де o. Dur dedi Mustafa. Artemide Filip'imle. Artemide. Avrular tüm aşçı temekçi. İyi. Temekinin
Ne kurdum ağzı bolğan жақсы. Kırıp gelsin var mı? Kırıp gelsin. Yaxşı. Tırış döşemiz. Temekini kısqarsın. Süntü mü? Jaz. Ha, келесі. Судья, Аман Сиядырович. Hey, ana sizдің сотыңызда бар ғой, ғимаратыңызда. Игілік бар. Жоқ! Қаяқтағы игілік орын шатастырып тұрады мынау. Қараш, ана соттың ішінде арсыздар отыратын орын бар ғой. Соған күзетшілеріңіз шуылдатып қаздың балапандарын қамап қойды. Бер қараш, шаруа кімге де болса керек. Бірақ енді қалалық сот емес қой енді. Осыны айтам деп қайта есіме ішіп кете береді. Қарасаңыз, бәрін басын кесіп, шашылып жасай. Айтпақшы, банкет. Мүмкін пенсионерлердің бар жинап алған осы жерге. Бәрі жетпеттер мемлекетінде. Бәрі бағып кеттіңдер. Аман Сиядырович. Тыңдап тұрып бар ғой? Айтып еді, мынау бар ғой? Анау кабинетіндегі шкаф бар емес пе? Қағаз салған шкаф. Соның іші түрі жалаңаш қатындарын жүріп. Амос! Масқара! Амос Сиядырович, ұялмайсыз ба? Ұят бар ма? Мынау неміне? Ұят қайда? Анау ревизор келіп, кетсін. Содан кейін қаласаң ба, тірі қатын кіргізіп ал жаңа жаққа. Рас айтып тұрсыз ба? Ой, неміне де деп, енді қатындан басқа түгеліп айтты. Қатын кіргізген. Ана күзетшің бар ғой, өзінің арақ дүкенінен жаңа шыққандай бір сарсын ес мөңкіп тұрады. Бұлай, келіп қалсам, қасына келіп қалсам, өттіп түсі бересің. Сол жақсы ма? Жақсы ма сол? Мына келіп қалды. Жақсы көресің сол? Енді ана түрі келді. Оған бар ғой, чеснок ба, сабез ба, әйтеуір аузына тығу керек бұлай. Дұрыс айтасыз. Христиан Иванович, бір қараңыз. Сіз мынаған көмектесіңіз жақсылап. Мақұл ма? Хлор ма, ацетон ба, фурацилин ба, аузына құясы ба, жуындырас ба айтып, бірдеңке қылыңызшы Құдай үшін. Болмайды. Антон Антонович, оның бар ғой, ол иісін кетіру мүмкін емес. Болмайды. Бала кезінде шешесі жерге құлады, мертік тұрып апты. Сол кезден қолтығынан, аяғынан бәрінен иіс шығып тұрады екен. Қатты. Оны кетіру мүмкін емес. Антон Антонович, құлағым. Бері қара. Анай, Андрей Иванович Жымықов айтқан хатындағы кінәлар туралы мен бәлемдей алмасын. Пара алмайтын кісі жоқ. Құдайдың адамды жаратқаны өзі солай. Бермес. Қарашы. Сасың қарашы. Біле. Пошта. Шық бері. Антон Антонович, сіз күнә деп нені айтып тұрсыз? Күнәнің де күнәсі бар. Паралатын ұрас, бірақ параға мен не алам? Не аласың сен? Тазының күшігі ол бір басқа, параға саналмайды ол. Жынды, сараң, пара ол күшік ба, бәрібір ол пара емес па? Пара емес па? Жоқ, Антон Антонович, мәселен сіз Анна Андрееваға деп жылы әдемі тон алған деп есіңіз. Мынау не деді? Анна Андрееваға деп қымбат бриллиант алтындар алатын сіз. Мен ба? Жоқ, параны сол. Тұрақ, берген! Абас! Параға тазының күшігін алған не керек, есесіне сен бар ғой, Құдайға сенбейсің. Мен аптасында бір рет шіркеуге барып тұрамын. Амаз! Ербас сен! Ербас сен! Мен
сендерді білем. Мынау адамның жаралған туралы сөз қыла бастасыңдар. Мына төбе шашың тік тұрады. Антон Антонович, білесіз, мен осы дәрежеге өзімнің біліммен, ақылыммен жеттім. Ей, сол ақылды бек, болғаннан болмағанды саңдар. Мынау қайтеді? Тоқта! Қайда кеттілер, әу? Мен қалдыңдап жатырмын ғой, Пошта! Берген! Немене ұрғасың? Ұрмайсыз, Ұрмайым? Сен қашан ұрдың? Берген! Шықсан! Держим орда! Артемиде Филипповна! Вау! Сіз шақырмадың. Қандай фигура! Берген! Немене? Немене қорқысыңдар менен, Соны айтамын да! Қалдыңдасың болмай менен! Қалдыңдап жатырмын ғой! Мишка! Бер бар! Мишка! Сізге арақ алып келші, арақ! Ана молда қайда кетті, молда? Енді молдасы арақты қалай ішеміз? Амос Федорович, қайдасың? Амос Федорович! Міне! Амос Федорович! Міне қой! Есалам! Беріңіз! Міне! Қалдың ба не? Мен шықпаған ғой! Мен қалдың айтып жатырмын ғой! Мүмкін анау, ревизор! Сенің мына ғимаратыңа мүмкін бармайтын шығар. Конечно. Бармайды. Мүмкін ғой. Құйын әрі. Сондықтан мына келе жатқан. Ал. Келе жатқан төреміз аман есен келсін. Сосын аман есен қайтып кетсін. Аман есен келіп, аман есен қайтып кетсін. Сонша. Жүгіріп шықтым да, дереу жүгіріп барды да, Коробкинге бардым ғой. Коробкинге бардым. Есен қақтым. Ашпады. Сосын ойладым. Ұйықтап жатқан шығар деп айналып барайын дедім. Ой, Петр Иванович! Петр Иванович! Коробкин қайдасың ей! Десем, ешкім үндемейді. Кім? Коробкин соны ойлады. Енді ұйықтап жатқан шығар деп. Есігін аштым. Кіріп бардым. Ұйықтап жатқан шығар деп. Бұлай ұйықтап жатқан шығар деп. Антон Антонович, әйел бұлай жатты. Еміне болмайды нәрсені айта бересіңдер маған, а? Бір кезде көзімді ашсам, бір көзімді аштым. Екіншісін аштым. Бұлай қарадым. Алдымда дәу шошқа. Жоқ, Антон Антонович, шошқа емес. Тұра алмай жатты. Есек. Бұлай. Бұл деген Россия ғой. Есек жоқ қой, айт. Есек. Антон Антонович. Айтшы сен. Содан бір кезде будильник Коробкин деді ғой. Будильник Атып тұрдым да Ростаковский'не бардым. Есігін ақырын қақтым. Ашты ма? Ашпайды. Антон Антонович! Тұрсаңызшы. Сосын қатты қақтым. Ашпады.
Жаным ұстат таплай. Есің құлды так. Ашпат. Сосын үйін айналып барайын дедім. Иә? Айналып бардым да. Кім бар екен? Тартысаңыз, қорчыққа сәрістім. Былай қарадым. Тартысаңыз, былай қарадым. Әйел жалаңаш жатыр ма екен? Құдай ай. Сосын үйінде бар ма екен? Ешкім жоқ. Есіме түсті. Бір кезде келдіп кеттім де шүкірдім. Bir kez aldın mı? Baş geçti. Иә, Sen ne yapıyorsun? мен сатып бұтқан жанды. Әй, уақыт соқпа. Олай тұрған жоқсың. Алдырып берем, былай тұрды міне. Олай тұрған жоқ. Balda! Hey, topa derin aydınlar sen de. Сосын өлтірем ашық айтты. Есіліңдер. Біздің болмаса атон-атоншы. Жеркісі біреуде мынандай хат алыпты деп естіп. Ондай хат емес. Мынандай хат болады. Ay yemez! Мынандай хат болды. Balda! Hey, onday kat emez Murat. O, mınağında kat emez. Senin mınağında emez. O değişen açtır Murat onu. Иә, açsın. Ya. Ne oldu? Oy, aydasınız yok mu? Ренжіп қалды. Петр, siz aydınız. Мәссаған. Oy, ne oldu? Ренжіп қалды. Петр, aşkıda siz aydınız işte. Неге мен айтам? Ne dedim öyle? Айтсын да білгішті. Мен білем деп тұр. Айтсын. Айтсыншы, білем деп тұрсың. Altay! Aydasınız yok mu? Bir кезде Петр Иванович мынау жүріп келе жаттық та. Петр Иванович, атосаңызшы. Сен айта алмайсың. Антон Антонович, құдай үшін. Mına ayıp vardı mı? Тамақ қалай? Тамақ жеген жоқ. Bir дәнеге де жеген жоқ. Дәмханаға барып балық жейді. Бүгін бейсен ба? Свежий балық кетті. Балық жейді мен. Мен балық жемесем шын деген мынандай түйрі бауырлар кетіп Содан жүріп бардық да. Жүріп бардық да. Дәмхана кіріп бардық. Отырған былай. Sosun ne oldu? Bir кезде жалма-жал бір жас жігіт киімі жай адамша кіріп келді. Төбемізден тонып кірді бүйтіп былай. O kime gel? Сосын кім ол? Петр Иванович айтты. Сірә тегін адам емес-ау. Петр Иванович деп едім бір кезде Петр Иванович. Дәмхананың қожайын шақырып ал. Иә, Антон Антонович, жақындағы қожайынның әйелі ұл тапқан. Ұлы ойнақшып тұр былай, әкесі сияқты. Ол да әкесінен асып түсетін болу керек. Жарайт болыпты. Sosun ne oldu? Содан Петр Иванович, бұл жас жігіт кім деді? Иә. Бұл жас жігіт деді. Иван Александрович Хлестаков төре деді. O kim eken o sonda? Kim eken o sonda? Сол-ақ екен. He. Да-да-да-да. Soy mına o ete. Да-да-да-дам! Hey arcağına giderse. Да-да-да-да. Soy bakın eken. Да-да-да-дам! Да-да-да-да. Karasana dedim, karasana. Karasana türbenim var. Karasana. Hey, sıvarışlar, hey. Петр Иванович! Ne oldu? Şöyle! Hay aytasınlar ben çok bak! Петр Иванович, енді менікіне көшті. Ya, ne oldu? Петр Иванович, Петр Иванович! денің сау болсын. Ay. Ya! Есіме түсті! Есіме түсті! Бір кезде Петр Иванович айтты. Насыра тегін жігіт емес. Тегін жігіт емес. Тегін жігіт емес. Сол-ақ екен.
Петр Иванович келмей. Дедім ғой. О, деген мен бірінші бардым. Сосын не болды? Дәмхананың қожайыны айтты. Бұның жол қағазына көрсетілгендей Петербордан Саратов губерниясына бара жатқан төре деді. Я жаңағы Петербордан Саратов губерниясына бара жатқан төре деді. Бәрі қарсы. Екі жұма болды. Бірдей төлексі келмейді деді. Сол. Петербордан Саратов губерниясына бара жатқан ревизор. Антон Антонович. Санаймыз. Тартысаң, алма кетті, домала, көше бойы, жағала, каналманы ұстайды, соның шығады. Қайда тоқтапты? Дәмханадағы қонақ үйдің 5-ші бөлмесінде. 5-ші бөлмесінде. Көптен бері мұнда ма екен? 2 жұма болыпты, бірдей төлемейді. Бәрі қасқа шеттеді. 2 жұма. Осы 2 жұманың ішінде унтер-офицердің айері дүреленді. 9 арестант қашып кетті. Көше толған барды. Боқты. Масқара. Антон Антонович, мүмкін сабымызбен гостиницаға барамыз. Я, Альтармон, Антон Антонович, бәріміз сабымызбен баруымыз керек.
Антон Антонович, бәріміз бірге сабымызбен қонақ үйге барайық. Барайық. Антон Антонович, бәріміз сабымызбен қонақ үйге баруымыз қажет. Бару керек. Жоқ, мырзалар, бармаймыз. Былай жасаймыз, жүріңдер, ақылдасамыз. Келіңдер. Антон Антонович, біз қазір келеміз. Былай жасаймыз. Не ойлаған? Бәріміз сабымызбен барамыз. Саппен болғанда бірінші қатарға ақсақалдарды қоямыз. Артемида Филипповна, сіз жауап бересіз. Асыңызбен. Екінші қатарға бизнесмендерді қоямыз. Ержим орда, сен жауап бересің. Үшінші қатарға активистерге сіз жауап бересіз. Екеуіңіз. Музыканттар. Бар ғой музыканттар? Мен, қыздар. Жақсы билейтін қыздарда. Беші қыздар сіз табасыз. Жезөкшелерді өзім табамын. Содан соң баня, сауна, бәтте, Маша, Даша, Даня, шомыламыз, сауна. Мен өзім барам. Талай қиын қыстаулардан аман шығушым. Бұл жолы да Құдай жар болғай. Сендер оны жас дедіңдер ме? 20-ның біреуінде, 20-ның екеуі. Бұнысы бір тәуір екен. Жастың сырын тезірек білесің. Пәле, кәрі қақпаста. Сендер өз жұмыстарыңа дайын болыңдар. Барда, киімдерді дайында. Киімі қайда? Так, мұнда кет. Сендер бол! Армандайды. Артемида, бермес. Сен барда, дастархандай дайында бар. Тұр. Неміз, бері бар. Мұнан ала кет. Отырыз. Бермес. Молда, бермес дейін. Жібер оны. Мынау неміне? Судья. Мұнан шеш. Мундиріңді кей. Бол, сақалыңды қой. Құртам. Бермес. Көшені тап-таза қылып. Сендер де дайын болыңдар. Ешкімге қарамаңдар. Бермес деймін да. Барысында арестанттарға тамақ бересіз. Құт болады. Сөйтті ма? Құт болады. Жоғалым. Сен барда, ана, үйдесі бар. Сен, ана, қауырғалдап де. Сен тамақ пісір. Сен мұрағын аттама. Сен өзің дайын бол. Sen menimle barasın. Антон!
Kim geldi? Kaydan geldi? Kayda varıp sonra bir bol tez. Men. Hazırcığım, sen közüme karama. Korkma. Mordu var mı? Son bir şey. Vay! Manda var! Manda! Kaçmayın. Afatya! Afatya! Afatya sarayla! Bol tez! Afatya! Aman! Getir ama polkovnika sarayla! Sarayla! Үйде азан-қазан не болды? Өзің былай қол қосашы. Мына орында. Бет. Маша дайындау керек. Дайындау керек, Маша. Мам, мені кешкісі келеді, әне. Ой, мам, менше. Ha menше? Ey, mom! Avdotyadan әлі хабарда келген жоқ қой, мам! Қарным-ай. Қалсам қарным аш барады. Ішімде бар ғой. Дәл бір полк әскері кернелетіп жүрген тәрізді. Міне, Петербургтан шыққалы 2 айдай уақыт болды. Жолда ақшадан жұрдай бап. Мына байғұстың құйрығын қысты. Жолға мол жететін ақша бар еді. Көрдің бе? Әр қалада мақтанам деп. Осип! Бар маған, ең жақсы бөлмені ал. Тамақтың ең дәмдісін сұра. Мен жаманасты шалмай, маған жақсы ас керек деп болсыншы. Адам тәрізді болса жөн екен ол. Сені титтей ғана. Бар болған балыққа сауып кел ғана. Қап. Қарным ашқанар. Міне енді, ойын түбіне жетті. Әкесі ақша бере ме? Өнемне құс ұстайды десен қайдан? Күнде атарбаға міне ме? Карта ойнай ма? Әйтеуілі бір аптаға жеткізді. Бытыстық жоқ қылды. Сосын үстіндегі жап-жаңа фрагын сатады. Фраг сатам. Фраг алмайсыздар ма? Кейде ақырғы көйлегіне дейін сатып, үстінде ескі күртігі қалады. Бір киімінің өзі қыруар ақша тұрады. Соны 20 сомға тоқтады. Осында тыңдаса ол, сенің қарамас еді. Көйлегіңді тұрып қойып, сағар етті бені. Шынға келгенде бар ғой, Петербург тұрмысының жақсы екеніне кім таласын, а? Петербург. Ах, Петербург. Петербург. Онда нәзік саясаты тұрмыс. Кімде кіммен тіл қатса, бәрі нәзік, сыпайы. Шөкен базарына барсаң, барлығы деп бет, құрметтім деп тұрады. Өзенге барсаң, қайықта төрелермен селесіп отырасың. Здравствуйте. Здравствуйте. Жүруге жалқысаң, атарбаға мінесің. Хап! Шап! Қайда! Шап! Шапкенің майдасая, ақша төлегін келмесе, ерік. Үй басында қос қақпа. Алдың қақпадан кіріп кетіп, арт қақпадан сып етіп шығып жүре бер. Сені бар ғой, сайтан да таба алмайды. Міне енді, дәмхананың қожайыны бұрынғы қарыздарыңды өтемейінше тамақ бермейін дейді. Бірақ бар ғой, одан да жақсы бар ғой. Ол ауыл ғой, ауыл. Не тілегенің табылады. Жегенің алдыңда, жемегенің артыңда. Мен бар ғой, ауылға барғасын, үйленем. Үйленем. Сосын. Қатын! Жаным! Қане маған, тамақ екен? Қазір жаным! Бірінші партия! Қатын! Жаным! Қане, тамақ екен? Қазір жаным! Екінші партия! Қатын! Жаным! Қане маған, тамақ екен? Қазір жаным!
Yaşasın partiya! Hey kadın! Canım. Hani mağan? Tamağa gel! Hazır canım. Dörtüncü partiya! Hey kadın! Canım. Hani mağan? Tamağa gel! Hazır canım. Beşinci partiya! Partiya! Ey jandarım! Benim kadınlarım! Melike! Hey jandarım! Hayda! Hey! Ah! Al. Hey, ось. Ne? Taq aunағансың ба? Kravatқа mı? Иә. Ben anlamadım жоқпын. Аунапсың. Иван Александрович! Ұрын. Мен Аунапсың. аунаған жоқпын. Сволочь. Аунапсың. Иван Александрович! Бұл жастықтардың қандай қатысы бар? Бұлардың не жазы бар? Бүлдірдіңіз. Ось. Бір жерде қарашы. Темекі жоқ па? Хотя бы темекі жоқ па? Қайдағы темекі? Соңғысын шегіп бітіргеніңізге 4 күн болды. Темекі. Осip. Ne? Gel. Осip sen bayış. Осip. Sen bayış. Sen asla var. Bufetke. Олар kaç. Mağan tamağa kesin. Жоқ. Осip. Жоқ, Иван Александрович. Жална. Ben ол жаққа бармаймын. Осip. Ол жаққа барғанмен түгөнбейді. Аллилуйя. Иван Александрович не істеп жатсыз? Аллилуйя. Тұрыңыз, Иван Александрович. Аллилуйя. Жоқ, Александрович. Осip. Сіз не істеп жатсыз? Жална. Ayağım. Керек емес, Иван Александрович. Ayağım. Жарай! Бара! Бірақ бірдеңе болмай қалса, өзіңіз жауап бересіз. Ол жаққа барғанмен түгөнбейді. Осip.
Karnımның ашқаны басылар ма деп көшеге де шығып келдім. Қояр емес. Иә, бензі де шашпағанда ақша үйге де жететін еді. Анау Жексұрын жаяу әскер капитаны жаман тотайтып кетті. Ширек сағат ойнадық па жоқ па? Бүкілін сыпырып әкетті. Менің тағы бір сұрысып қалуға ниетім болған. Бірақ орай болмады. Не деген сұмпайы қала. Тамақ дүкендері бар ғой. Қарызға дым бермейді. Солай. Құдай мұршықым келетін емес. Мырза жүріңізші. Айттым өлмесіндегі бірінші ақшамызбай. Не? Амансыз ба туысқа, қалыңыз қалай? Шүкір жақсы. Келіңіз отырыңыз. Шүкір. Осип, көрдің бе? Бізге қандай қонақ келген. Келіңіз, отырыңыз, өтінем. Жоқ, менің уақытым жоқ, кету керек. Жоқ, отырыңыз деймін. Жоқ, түсініңізші, менің уақытым жоқ. Кешіріңіз, сіз мені сыйламайсыз ба? Жоқ, мырза, түсініңіз. Жоқ, отырыңыз деймін. Жарайды. Маған, бір минутқа. маған тамақ керек. Отыр. Сен қазір астына барасың да маған тамақ Жоқ, әкел. Тесмай мырза. Отыр. Сен не? Менің кім екенімді білмейсің ба? Мен Петербургтен келген төремін. Маған бар ғой. Тіпті ана Токиодан болсаң да бәрібір. Бірінші ақша, одан кейін тамақ. Ақша болады. Алдымен тамақ. Бар. Мырза. Не? Мырза, түсініңізші мені. Егерде мұның бәрі менің қолымда болса, мен сені қазір тамақ әкеп беріп едім. Әкем. Бірақ бар ғой. Бірақ ана дуан басы бар ғой. Енді дуан басы. Кім? Қожайын. Қожайын, иә. Енді қарызын төлемесе, ана дуан басы қарыз қылам дейді. Кім? Қожайын. Иә, қожайын. Ана қожайын. Иә, дуан басы. Ана қожайын. Қожайының сенің. Қожайын. Қожайын ба? Мен қазір оған көрістім. Мырза. Мырза. Қожайын дегені сен, қожайын. Берген. Ей, қожайын. Мырза, өтінем. Не? Керек емес. Не? Тамақты өзім алып келемін. Бар. Кеттім. Мырза. Не? Мырза, бірақ ана қожайынға не деп айтам? Қожайынға ма? Айт, алдымен тамақ, сосын ақша болады. Бар. Жеуге бірдегі бермесе, онда тым жаман болады. Құдайым-ау, қарным өмірі бұлай ашпас. Әлде киімнің біреуін сатайын ба? Шалбарын сатайын. Аласыздар ма? 500 мың болғаны. Жарайды, сатпайым. Иә, одан да мен Петербургке осы, ауылыма Петербург киіммен барғаным әлде қайда тиімді. Яхим. Күймесін бергенде бар ғой. Үйге күймемен кеп, тоқтай қалар ем. Иә, немесе бір бай помещиктің үйінің алдында келе қап. Жан-жағында фонарь. Артында Осип әдемі киінген. Содан малайы жүгіріп кеп. Қарсы алыңыздар. Иван Александрович Хлестаков. Иә, бұлар бар ғой, қабыл етуге бұйырасыз ба деген де білмейді. Бұларға бір бай помещик келсе, бірден қорбан етіп ана төреге бірақ өтеді. Бикеш, кешіріңіз, байқамай қаптым. Жаным Бикеш, сіз сондай сұлусыз. Жаным Бикеш. Иван Александрович.
Ne? Tamam. Tamam. Tamak. Koşayın ilk sonu berge tamak. Neme var bolgan orsu? İki vak. Nege kom emes? İki bak. Mağını bile. Bu sorma. Vasip. Tu. Sinet. Tamam. Buna onu bile. Sorpa. Hoş. Немене үшін машина бірдеңелер жүріп құдай ау. Dämdime mırsa. Mırsa ne oldu? Mırsa. Osip mында az қалды жек қойшы. Бұлар бile. Kordak. Ya. Тұздығы қайда? Tuzluk çok. Қалай жоқ? Мен таңертең көрдім ғой. Екі тапал бойына жеп отыр. Осип! Ол ақшасы бар адамдарға ғой. Ақшасы бар? Ақша. Осип! Ту! Менде де ақша бар. Бар. Үйде. Dämdime mırsa. Dämdime. Kış diye. Оны тістелмейді. Senet. Ағаш қой ол. Mırsa. İvan Aleksandrovич. Mırsa. İvan Aleksandrovич. Mırsa ne? Дайбау мынау не? Kordak. Қуырдақ. Рахмет мұндай қуырдаққа. Әкет! Осип, отыр. Әкет! Ештеңені жемеймін. Осип, керек емес. Өзің деңгейіңді түсірме, керек емес. Бар, әкет! Маған тастап. Біз! Осип! Мұндай тамақ ішпейміз! Осип, құдай ау, керек емес. Өзің деңгейіңді түсірме. Біз ондай тамақ ішпейміз. Құдайым ау. Құдыра ештеңе ішпеген сияқты. İvan Aleksandrovич. Ne? Тамақ па? Қайдағы тамақ? Ана жақта дуан басы келеді. Кім? Қасында милиция бар, қолында қаруы бар. Кім? Дуан басы. Осип, құдай ау, мен де істеп қойдым. Мен ештеңе істеген жоқ. Мен олардың сорпасында ішкен жоқ. Құдай ау, Ана қожайын бар ғой, арыз жазса керек е. Құдайым ау, мен түрмеге барып бермейді. Осип, шақтап қалды. İvan Aleksandrovич. Ey, niye isteyip жатсыз? Сүйітті қалап Осип, кезбеді, жасыр. Үстіме бірдеңе әкел. Кез. Selametsiniz. Ya. Men осы қаланың бастығы болғандықтан келген кеткен адамдарға ешбір қарсылық көрсетпестен Etlerimiz kaşanda taza, cam-cama, mınандай. Жақсы адамдар керек. Құдай үшін. Мыналар имансыз адамдар ғой мыналар. Тақсыр кешіріңіз. Қатын бала, қызыл қарын жас бала. Тақсыр бізді кешіріңіз. Менің жазығым не?
Sizin qатын бала шағаңыз бар деп мен түрмеге отыруым керек па? Бармайын абақтыға. Тақсыр. Құдай болып тақсыр. Анаған айтыңызшы кетсін. Тақсыр бармай. Тақсыр. Мына өкіметтің берген зарплатасы бар ғой. Түкке жетпейді, құдай. Жетпейді. Егер пара десеңіз бар ғой, пара десеңіз. Bir шайлық қана. Ya bir köylükті қана тақсыр. Бізді құртай көрмеңіз, тақсыр бізге пана болыңыз, пана болыңыз. Енді маған не қылдайсыздар? Менің бір жайым оңып атқандай. Иә, менің де қазір қалтамда көк тиын жоқ. Бәрін төлейм. Ақша болғанда. Егер сіз ақшадан қиналып тұрсаңыз, мен сізге бере тұрам. Міне. Алыңыз. Мінекей. Алыңыз. Біздің мына келген кеткен қонақтарды осылай қарсы аламыз біз. Біздің міндетіміз. Алыңыз. Бұл не? Пара ма? Алмайын. Бармайым абақтыға. Бұл пара емес. Міне. Мен тық қойым. Тоқта. Шығар. Шығарып келе жатырмын міне. Тез. Міне. Қолымдағы пара ғой. Пара емес, тақсыр бізді. Біз аяй көріміз тақсыр. Ал. Тез. Міне. Алдым тақсыр. Әкел. Қой мұнда. Міне, қояйын деп жатырмын. Тез. Міне, кет. Кешіріңіздер. Ал сіздер бұна ақшаны маған қарызға бере аласыздар ма? Бере аламыз. Мен қарызға ғана, мен ауылда келгенсін қайтарам. Қайтармыз жатырмайын, алыңыз. Біздің міндетіміз келген кеткен қонақтың барын осылай қарсыламыз. Мен алам. Алыңыз. Мен алайын деп Алыңыз. Мен алдым. Бірақ бұл қарызға мен қайтарам. Тек адам қызметшімен есеп айырса қойын. Рұқсат бар. Осip бар. Шақырады. Шақыр. Мына гүл сізге. Тақсыр, сіздің алдыңызда біздің қаламыздың зиялы қауымы. Қаламыздың құрметті азаматтары. Өте мейірбан жандар. Петр Иванович Бобчинский. Петр Иванович Добчинский. Иван Александрович Хлестаков. Петр Иванович Добчинский. Иван Александрович Хлестаков. Петр Иванович, келіңіз. Антон Антонович Сквозняк Дмухановский. Иван Александрович Хлестаков. Өте қуаныштымын. Мінекей, қараңызшы, біздің қаламыздың тұрғындары. Міне, осындай. Біздің қаланың тұрғындары. Қараңызшы.
Mına kelgen. Осы қаламызды қайткенде гүлдендірем. Иә, Қайткенде биік деңгейге жеткіземіз. Қайткенде биікке жеткіземді. Күндіз түні ұйықтамайды. Еңбек еткен. Ұйықтамайды ғой. Таңның атысы, күннің батысы. Ұйықтамайды. Ұйықта дегенді білмейді. Кешіріңіз. Сіз ана Петербургға барғанда ана зәуде патшалармен кездесесіз ғой. Антон Антонович, кешіріңіз. Бар шындықты айтам. Айтып барыңыз. Біздің әкім ұйықтамайды. Таңның атысы, күннің батысы. Жоқ енді біздің жұмыста отырады. Үйіне қайтпайды. Мына халықтың қамы. Халықтың қамы. Антон Антонович, үйіңізге қайтсаңызшы. Демалсаңызшы. Демалмайды ғой, демалмайды. Петр Иванович, Петр Иванович, сабыр етіңізші. Петр Иванович, сабыр етіңізші. Не істемесем, мына халықты кім ойлайды? Мына халықты кім ойлайды? Сіз неге демалмайсыз? Сіз неге демалмайсыз? Жүрегіңіз ауыратын білесіз ғой. Антон Антонович, өз-өзін аясаңыз. Мына халықты ойлаймын ғой, мен халықты ойлаймын. Мен өзімді ойламаймын ешқашан. Өзімді ойламаймын вообще. Мен жұртты ойлаймын. Сізге демалу керек. Аңға қалар. Халықты ойлаймын мен, халықты. Халықты ойлаймын. Міне осы демалыс күніде демалмастан осында келіп жатқан қонақтарымыз. Петр Иванович, азасын алмаңызшы. Мына келіп жатқан қонақтар қалай өмір сүреді екен, олар қалай өмір сүріп жатыр екен деп әдейі шығып едік. Мына Құдай жалғап өзіңіздей тақсырға тыс келіп отырмыз. Мен өте қуаныштымын сізбен танысқаным үшін. Мен де қуаныштымын, мен де. Қуаныштымын. Жігіттер, былай істейік. Мына келген қонағымыздың құрметіне деп бір ән айтып жіберейік. Қызыл өрік, қызыл өрік. Қызыл өрік, қызыл өрік. Қызыл өрік, қызыл өрік. Сабыр. Оқасы жоқ. Біздің міндетіміз осы, тақсы. Өзіміздің міндетімізді ғана атқарып жүрміз. Біз келген қонақтың бәрін осылай қарсыламыз осылай. Рахмет. Оқасы жоқ. Мен мұнда құрметті бұрыннан көптен бері көрген жоқ. Жоқ, біз постоянно осындаймыз. Біз үйреніп кеткенбіз. Қонақ. Рахмет. Иісі қалды. Рахмет сіздерге. Мен мұндай құрметті өмірімде көрген жоқ. Мен атамды көп дейін жоқ. Не істеймін деп осы қонақ үйде. Не істерді білмей отыр едім. Отырыңыздаршы. Өліп қой. Біз осылай түрегіп үйреніп кеткенбіз. Кемізден тұрып қызмет едеміз. Маған ыңғайсыз болады. Отырыңыз. Жатайын. Жоқ, біз түрегіп тұрамыз. Тұрып тұра беріңіз. Тапсы, сізден бір нәрсе сұрауға рұқсат етіңізші. Әрине. Сіз қайда сапар шегіп бара жатырсыз? Саратов губерниясы. Өзімнің ауылыма бара жатыр. Саратов. Сапарыңыз оң екен. Сіз о жаққа өзіңіздің жұмыстарыңызбен бара жатқан боларсыз. Жоқ, әкем шақыртқан. Әкеңіз бе? Иә. Ана Петербургке барып, еш қызмет істей алмадың, ешбір лауазым алмадың деп қарт киіп жатса керек. Олар ойлайды ғой, анда бірден барасап, орден алады деп. Менің әкем өзі бір қыңыр ағаш сияқты дүлей адам. Мен оған барып бірден айтайын. Сіз не десеңіз, о деңіз, мен Петербургсыз. Өмір сүре алмаймын деймін. Дұрыс айтасыз. Петербург деген ол деген. Петербург қой. Мына жерде не бар дейсіз? Не бар? Түк жоқ. Міне, келді. Кім, осы ма? Иә, маған сорпа берген адам. Бер, есебім айт. Есеп айт. Болсам жай. Күтіп қалды. Бір демей Қонақ күтіп қалды. Әке. Міне
Siz alğaç kelgende sot başladınız. Odan keyin Mаған барлық есептай. Ал шuna. Жоқ, олай болмайды. Олай болмайды. Мұны салып қойыңыз мұны. Салып қойыңыз, өзіңіздің шайпайыңызға. Біз өзіміз есептесек, өзіміз. Біз қонақтар солай қарсы алып үйреніп кеткенбіз ғой енді. Ой, айналайын. Жаным. Ой, айналайын. Сенің атың кім? Паша. Паша. Ой, айналайын. Сен кім боласың? Петьканың. Петьканың? Иә. Ана Петька ма? Ей, мамаңа сәлем айта бар, жайлы? Мә. Тақсыр. Мен сізден бір нәрсе сұрайын деп. Ой, бар. Петр Иванович. Мына менің осындайым бар екенін білесіңдер ғой енді. Қасымда тұрмайсыңдар ма? Аузымда шығып кетті ғой бұлай екен. Ой, мына сіз де тұрсыз ғой осы жерде. Менің аузымды бар ғой, тігіп тастау керек. Айта беріңіз, не болды? Антон Антонович. Ана жалғыз қызыңыздың қамын неге ойламайсыз? Менің үйімде деймін да, өте кең, жап-жарық, тап-таза бөлмем бар. Сол бөлмені мына сізге ұсынсам ба деп едім ғой. Мені кешіріңізші тақсыр. Менен осындай ағаттып кетті, кешіріңізші тақсыр. Ой, о не дегеніңіз? Антон Мен оған татымайым. Құдайма, о не дегеніңіз? Антон Антонович, мұндай жер төледе тұрғанша, одан да сіздің жаны, әдемі бөлмеңізге барып тұрмаймын ба? Қандай керемет. Антон Антонович. Мен қандай қуанар едім. Ой, әйелім қандай қуанар еді. Мүмкін болса, маған бір қағаз болса, мен қазір әйеліме хат жазып жүрсін. Жарай ма? Болады, осығанда жазсайын мен. Оба, ұлса дедіңіз. Мен бірақ өтіп қарамын. Антон Антонович! Маған да жасыңыз жеді. Бар деді. Антон Антон! Бар деді ғой саған. Баран жаққа. Жасыңыз үшін құдай ақ, Антон. Баран жаққа. Тартыш. Бар деді ғой саған. Бар деді маған жасың. Кет деді ғой саған. Жер. Петр Иванович! Петр Иванович! Бұра біздің игілік орындарын көріп шығыңыз. Онда не бар? Жайашын біздің жаңа жұмыс тәртібі дегендей. Соны көріп шығыңыз. Жақсы. Одан мен үшін зор мәртебе. Содан кейін біздің мектепті қараңыз. Біздің балалар ақылымды қалай оқытатынын көріңіз. Көріңіз. Балаларға 2 қосы 2 десең, бәрі де 4 дейді ғой. Жүріңіз сондықтан. Одан шығып деген түрмеге барайық. Қалай түрмеге? Жайашын бұлай көріп шығуы. Одан да игілік орындарына барғанымыз әлде қайда дұрыс болады. Мейліңіз, сіздей түрі үшін түрмені көру қажет емес. Жүріңіз. Бармаймыз. Жүріңіз. Сіз өзіңіздің арбаңызға мінесіз ба, әлде менің арбама мінесіз ба? Сіздің арбаңызбен барған әлде қайда дұрыс болады. Мен өте қуаныштымын. Жоғары, сізге енді орын жоқ. Тақсыр! Hey! Антон Антонович! Иван Александрович! What do you want me, Антон Антонович? Иван Александрович! Hey, Антон Антонович! Hey, парень! Тоқта! Иван Александрович!
Жоқ, ол Бобчинский келе жатқан. Таңерден үйге келгенде мен көрдім. Ол Добчинский. Бобчинский дейін. Мам, Добчинский. Бобчинский! Маша! Маша, ол Добчинский келе жатқан. Мен жаңа бірінші болып айттым ғой. Добчинский деп. Сен Бобчинский дегенсің. Мен айттым Добчинский деп. Бобчинский дейін. Жаздаттамның ал. Петр Иванович! Петр Иванович келген кім? Бір қошақ. Катасай! Шуға келді. Сөздер тұрып айта беріңіз, Петр Иванович! Келген кім? Петр Иванович! Петр Иванович! Петр Иванович! Салатайым. Кел, сол шығар. Отыр. Мама, ана жақта ешкім көрінбейді. Не болды? Петр Иванович. Қашан қалай болып дұрыстамайсың? Ана жақта ешкім көрінбейді. Петр Иванович, тірі ғой. Петр Иванович, қайдан ашып кеттіңіз? Мен сізді көрмей тұрмын ғой. Біле алмай қалдым ғой. Петр Иванович. Петр Иванович. Мені болды. Қайдасыз? Петр Иванович. Отырыңыз, я? Мені. Сізді? Шақырдыңыздар ма? Иә, шақырдық. Қандай хабар бар? Антоныч хат. Иә, папам. Хат беріп жерді. Хат? Хат дейді? Бәтші. Жаным, мен саған асық. Жаным? Жаным. Жаным. Жоқ. Жаным. Жоқ. Жаным. Саған асығып білдірмекпін. Менің қалым мейлінше нашар болып еді. Бірақ Құдайдың жәрдемімен. Құдайдың? Бірақ Құдайдың жәрдемімен. Бір кісілік икра. Пардон. Бір кісілік икра. 2 тұздалған қияр. 1 сом 25 тиын. 25 сом тиын. Мам, но ондай хат емес қой, чекке жаза салған ғой. Не дейді? Иә? Жаным, саған асық білдірмекпін. Менің қалым мейлінше нашар болып еді, бірақ Құдайдың жәрдемі 2 тұздалған қияр, 1 өз алдына және 1 кісілік икра. 1 сом 25 тиын. Мына жерге. 25 сом тиынның қажеті не? Антоныч, қағаз таппағаннан кейін мен үйге жазып берді. Құдайым-ай. 1 сом 25 тиын, бірақ Құдайдың жәрдемімен түбі қайыр болады, білем. Құрметті қонаққа тезірек үй дайында. Я дайын, мам. Үй дайында? Ана сарық қағазды бөлме. Бәрін жуып тазлап қойдық. Қағазды бөлме? Қаға бөлме бар ғой. Тамақты көбейтпей қой. Өйткені Артемида Филипповна үйінде аш ішеміз. Арақты молдыра қалдыр. Абдолин Татаринге айт. Ең жақсын бесін. Оны қоймаса, қоймасының әптер тәптерін шығарамын. Қолыңда сүйеп хат жазушы сенің Антон Сквозник Тмохановский. Маша дайындал керек. Маша дайындал керек. Маша! Шешпе. Миша!
Құрметті қонақтар, рұқсат болса, мен қонағымызға өлең оқып бергім келіп тұр. Петр Иванович, өлең жақсы оқиды. Бұл өлеңді қонағымызға арнаймын. Жақындырыңыз, келіңіз. Міне, алдыңызда. Тыңдаңыздар. Бақа-бақа балпақ. Басың неге жалпақ? Қарашы. Темір телпек көп киіп, содан болар жалпақ. Hey, Kuvarak! Hey, Kuvarak! Hey, Kuvarak! Hey, Kuvarak! Rahmet. Geçinizde bir ekavuz söz aytsam bola mı etken? Қараңыз, біздің қыздар. Tau bulağıdan sana eşkin Dayım ol! Al cennemdir bir gün kalmayan Dayım ol! Rahmet! Sizlerge de rahmet! Rahmet sizге de. Sizlerge de! Sizlerge de rahmet! Rahmet! Sizler için! Hey, Kuvarak! Hey, Kuvarak! Hey, Kuvarak! Hey, Kuvarak! Мырзалар, мен сіздерге айтайын. Біздің бастық, пақ шіркін қандай бастық. Жүрек оның лаулаған от қой шіркін. Жер бетінде біздің бастық секілді. Жоқ қой шіркін. Жоқ қой шіркін. Жоқ қой шіркін. Антон Антонович. Мен сіздерге айтайын. Мына дуан басының қызметі қандай ауыр десең. Бір ғана тазалықты сақтау, жамап жасқау. Осының өзі қаншама жұмыс. Құдай біледі. Осы менің орнымда басқа бір дуан басы болса, тек қана өзінің қалтасын ғана ойлайды. Құдай біледі. Осы бар ғой. Төсекте де жатқанда да дамыл жоқ. Я Құдай, қайткенде осы қызметім жоғарғы ұлықтардың көзіне түсіп, қызметімде жоғарылар екем деп ойлайсың. Қайтып ойламайсың. Бірақ онымызға қарай біздің еңбегімізді ұлықтар көре ме, көрмей ме, о жағын енді менің шаруам емес. Маған не керек? Көшелер сыпырулы, тап-таза. Арестанттар жақсы тамақ ішеді. Жақсы тамақ ішеді. Алқаштар жоқ болғасын. Жоқ, вообще жоқ. Жоқ қой. Жоқ. Мына игіліктің қасында көр жалған бәрдеп жалған. Точно. Я, жалған. Браво! Браво! Шашасын! Шашасын біздің әкем! 18 мың қаламның иесі шашасын! Галактикамыздың әкімі Антон Антонович шашасын! Ура! Бәрекелді! Дамашасыз! Антон Антонович! Бармай! Мен де кейде осылай әдемі сөйлегенді жақсы көрем. Кейде қара сөзбен, кейде поэзиямен. Мен сіздерге қазір айтып берем. Айтыңызшы. Тұра тұрыңыз. Білесіз бе? Пожалуйста. Рахмет. Сонымен поэзия. Аю отыр партада. Аю дейді. Екі қолы қалтада. О деді, Б деді, Рыға тілі келмеді. Рыға тілі келмеді. Ракета! Россия!
Siz karta dediniz mi? Ya karta dedim. Oynayın karta mı? Gelir misin? Ulan. Bizde karta oynamayın. Hüseyinoviç, siz kart oynayısınız. Nay. Petr Ivanoviç, siz kart oynayısınız. Anton Antoniç, meni karta oynaydı. Ivan Kuzmiç, sen kart oynayısın mı? Жоқ, Антон Антонович, мен картаны өмірі қолыма алып көрген жоқпын. Ол қандай болады? Amos Fyodoroviç, siz değil, imanda da kart oynayın mı? Karta? Ya. Құдай сақтасын. Карта ойнасам жүзім қара болсын. Күйік көтейін. Масқара ғой, масқара. Artemide Filip'imden. Ya. Siz ayel basınız ben. Karta oynayısınız mı? Антон Антонович, мен Ha? қалай карта ойнаймын? Қалайсың? Kalay karta oynayayım. Ладно, еркек. Sen karta oynayısın mı? Мен карта. Құдай сақтасын, Антон Антоныч. Әмме керісінше, олармен күресем ғой. Senin Оларды қамай. Тұра тұр. Senin званиyan қандай? Полковник. Bugünden başlап sen leytenantsın. Антон Антоныч. Олар демейікші. Антон Антоныч. Men leytenantlarмен сөйлеспе. Антон Антоныч. Антон Антоныч. Bu ne olur mu? Карта? Sen kart oynayısın mı? Мен? Жоқ. Buna koydun. Оңбаған Мишка. Мен келе жатқанда қалтама тығып жіберді. Haydi Mişka. Haydi seni kolaytasınlar. Haydi Mişka. Haydi gittiler. Жерге оңбаған Мишка. Сен неге қалтама? Bizde karta oynamayın. Biz karta oynamayız. Ойнамаймыз. Köşede gele jatsam. Екі жігіт карта ойнап жатыр. Жетіп бардым да қолдарынан картаны жұлып алдым. Содан кейін айттым. Мынау немене дедім. Содан кейін алдым да жерге бір-ақ ұрдым да таптап. Содан кейін айттым. Бұл харам дедім. Бұл харам.
Аня? Ай, сен басын істейін. Кешіріңіз. Менің жұбайым. Анна Андреевна. Мария! Мария! Ой, қызым менің! Мен сені қазір қарып аламын. Ойбай! Маша! Сен қалай киініп аласың? Мұрталар! Менің қызымды қараңдаршы. Қандай керемет киініп аласың. Маша, бізге қонақ келе жатыр. Келді тойыз. Сен жаңағы мына бар өзі. Пүтіп деген. Соны көрсетіп берші. Ештеңе етпейді, ештеңе етпейді. Жақсы! Қабыл алдыңыз. Брим. Ха! Маша! Неге маған бәрін тесірейіп қарап қалыңдар? Ана жаққа қараңдар! Я! Иван Александрович Хлестаков. Иван Александрович Хлестаков. Кешіріңіздер. Міне, мынау сіздікі. Рахмет. Өтінем, отырыңыздар. Жоқ, тақсыр. Біз осылай түре береміз. Жоқ, өтінем, отырыңыздар. Отырыңдар. Антон Антонович, мына. Мен сізбен танысқаныма сондай бақыттым. Сіздің қасыңызда отыру мен үшін зор мәртебе. Мәртебе зор. Қасыңызда отыру үшін мен. Siz көңілсіз шығарсыз. Siz енді мына жақтан келдіңіз ғой. Аса көңілсіз. Білесіздер ме? Компrenez-vous? Жақсылар арасында қалай? Немене? Comprenez-vous? Жарай, қысқасы. Жақсылар арасында жүр. Бірден тұйытқылдан осындай сапарға шығу. Мына мен сияқты адамға оңай ма?
әрине қиын. Бірден былғаныш трактирші, надандық, қараңғылық. Менің басымнан қандай оқиғалар өтпеді. Мен сіздерге баяндап берейін. Рұқсат па? Кәне. Отырыңыздар. Отырыңдар. Артемиді Филиппіңдар. Шығыңдар. Кім бар? Шығыңдар. Шық. Келді ма бәрі? Бәріңіз осындасыздар ма? Ал, бастаймыз. Сонымен Бах, шіркін Петербург. Петербургке жететін қала бар ма? Не деген тұрмыс десеңізші. Сіздер мені қағаз көшіргіш деп ойларсыздар. Жоқ. Мекеме бастығы менің досым. Ол күнде маған келеді. Иван Александрович, кешіріңіз. Бүгін біздікіне асқа жүріңіз дейді. Мен айтам, кешіріңіз, қол тимейді. Иван Александрович, бүгін жүрерсіз енді дейді. Кешіріңіз, қол тимейді дейді. Мен департаментте 2 минут қалам. Сен ананы былай қыл, сен ананы бүйт, сен бүйт деп айтам, кетем. Мені коллежский асессор қыламыз деді. Коллежский асессор. Бірақ мен ойладым. Коллежский асессор. Маған не керек? Бірақ күзетшісі жақсы. Саптан доғалып тұт, қолда шапқасы бар. Керек емес. Құдайым ау, керек емес. Керек емес! Мен дәліп түскенді сөйбеймін. Шыны керек. Мен көшеге шықсам, бас талат. Сұмдақ. Мына жақтан бір келеді. Иван Александрович келе жатыр. Мына жақтан бір келеді. Иван Александрович. Аннан келеді. Иван Александрович. Мыннан келеді Иван Александрович. Аннан шығады. Иван Александрович. Без комментариев. Без комментариев. Сонымен, бірде менде мынадай оқиға болды. Міне менің үйім. Мына жер полк. Танковая дивизия, гвардия пехота. Красный площадь. Мына жер император сарайы. Мен үйден шығып император сарайына шықтым. Алдымнан. Бір репортерлар келді. Бұлай бүйт қашып кеттім. Дәл ортаға келгенде солдаттар. Иван Александрович Хлестаков. Ура! Сөйтсем, олар мені бас қолбасшымен шатастырып алды. Иә, бас қолбасшы. Кешіріңіз, мен бас қолбасшы емес. Өттім, қолдарыңызды сығыңыздар. Мен бас қолбасшы емес. Құдайым ау, мен бас қолбасшы емес. Қойыңыздар. Мен бас қолбасшы емес. Құдай. Отставить! Смирно! Равняйсь! Смирно! Кругом! Вольно! Сонымен, мен жақсы актриса әйелдермен де араластым. Анджелина Джоли, Деми Мур, Мадонна. Иә, менің бар ғой, менің жазатынымды әдебиетшілермен көп кездесем. Пушкин менің досым. Мен кездескенде, ей, Пушкин, қалайсың? Ол маған, Иван Александрович, амансыз ба, қалыңыз қалай дейді. Содан, кешіріңіз, Иван Александрович. Мынадай жағдай. Сізде бір жаңа темалар жоқ па екен? Менде кризис дейді. Кризис. Сосын мен ойланам. Тост айтам. Ей, Пушкин, Боря Годунов туралы жаза сал деймін. Задан келеді. Менен Пушкин ғана емес. Толстой, Бальзак, Гете, Чехов, бәрі. Менен идея сұрайды.
Себебі менде идея таусылмай. Менде үйде Кафка дейтін еврей бар. Мына столдайна бұлай жүгіріп жүреді. Бала ғой, мен оған әліппені үйретіп жатырмын. Мен сол жазуларының арқасында күн көріп жүрмін. Петербургте первый үй менікі. Достар, егер Петербургке келе қалсаңдар, бірден менің үйіме келіңіздер. Адресті қайтесіздер. Тура менің үйіме келіңіздер. Мен той қылам. Ондағы тойдан сахана төтетіп шығар. Ондағы той тамаша өтеді. Сонымен сіздер келесіздер. Бірден круизға аттанамыз. Менің личный кораблімді Титаник. Дам дара-дара-дам дам дара-дам-дам-дам. Содан кейін келеміз, менің виллама келеміз. 50 километр бұлай, 50 километр бұлай. Ортасында парк, аттракцион, цирк. Дәл қақ ортасында бассейн, 30 километр. Бассейн толған Шанель номер 5. Іші толған дельфин. Лично өзім асырағам. Иә, өзім асырағам. Тамақ. Ал тамақ. 10 километрге тамақ. Столда бір арбуз тұра ма? 50 000 доллар. Сорпа тегенесінен тура пароходпен Парижден келеді. Қақпан бүйтіп ашып қаласың. Бұл қайтеді. Құдайым-ау, не деген бұл? Мұнадай бұл жаһанда жоқ. Мен күнде тойда болам, достар, күнде тойда. Онда біз карта ойнаймыз. Карта ойнайтын жігіттер бір елдің президенті, Франция, Англия, неміс елшілері, 2 негр, сосын Голливудтан Мел Гибсон, Леонард Ди Каприо және мен. Отырамызда картаны ойнаймыз. 10 күн, 20 күн ойнаймыз. Ақыр аяғында жоласың. Содан 134-ші этажға бір шығасың. Скоростной лифтіде. Сосын шидель шешесінде аспаз шығатынға мәрмабыра, шидель деп бұрттайшасың. Менің бір баспалдағым миллион тұрады. Миллион. Ал таңертең ауыз үйімде не болады білесіздер ме? Барондар, графтар, генералдар, майорлар бәрі жиналып мені күтеді. Ұйқыдан тұрғанымда. Иван Александрович ұйықтап жатыр. Олар хаттарына жазғанда маған ұлы мәртебелім деп жазады. Бірде менің департаментті басқарғаным бар. Қалай? Департаментті басқарғаным. Директор бір жаққа кетіп қапты. Ешкім білмейді. Қайда? Жоқ. Содан кейін мынау басқарып көрем деп басқара алмайды. Анау басқара алмайды. Мынау басқара алмайды. Бір жағынан оңай. Шынына келгенде қиын. Содан кейін олар мені іздейді. Бір күнде қаланы толған курьерлер. 35 000 курьер. Содан кейін маған келеді. Иван Александрович, департаментті басқарып беріңізші өтінемін дейді. Мен айтам, қалай мен басқарам? Сосын бірақ ойландым. Егер императордың құлағына жетсе не болады? Жарай! Басқарсам басқарайын дедім. Сендер бірақ нетпейсіңдер дедім. Кеңсеге кіре қалдым. Жер сыртқы келді. Бәрі жапырақша қалт. Бәрі менен қорқады. Анау кеңес несі бар ғой, сол да менен қорқады. Бәрі қорқады. Себебі мен қалжыңды сүймеймін. Мен үйтпеймін. Мен бетің бар, жүзің бар, анауың бар, мынауың бар, демеймін. Мен император сарайына күнде бар. Мені дәл қазір фельдмаршал бар. Фельдмаршал. Қайдасыңдар? Тақсыр, біз мұндамыз. Не бұйырасыз? Жібердік. Мен сендерді жоям! Сен түрмеде шірейсің! Сен берген!
жүрсіңдер, иә? Кім екенімді білмей жүрсіңдер. Атам! Қасам! Жоям! Ұрттам! Өлтірім! Сабыратыңызшы. Демалуды бұйырмайсыз ба? Генерал Исимушан, полковник. Найн! Титаник Найн! Найн! Біздің үйде ешкім жоқ. Тура біздікіне барамыз. Қандай шығымды. Қандай ғажап. Қандай тәкаппар болса да астан алтын әсті екенін білді бақтыр. Оның екі көзі менде болды. Жоқ, ол маған қарады. Жоқ, ол маған қарады. Мен көрдім ғой, ол маған қарады деймін. Иә, қарады. Ол әдебиет шеберлері жөнінде сөз айтқанда, оны депутат қылып сайлағанда барлық уақытта екі көзін менен алмай отырды. Бірақ маған көбірек қарады. Сен бар ғой, мені көре алмайсың. Ол маған қарады дедің бе? Бітті, маған қарады. Маған қарады. Мен генералмын. Жоқ, мен бас депутаттын. Мен деген фельдмаршалмын. Маған бар ғой анау, сорпаның өзі. Парижден келеді. Деген есімен бетін ашып қалған кезде
доллар тұрады. Иә, менімен бірнеше елдің президенттері карта ойын. Ма, 10 күн бойы карта ойнамыз, сосын талып түсем. Жығылам, анау басқышқа көтерілем. Менің бір басқышымның өзі қаншама мың доллар тұрады. Иә. Ай, Титаник. Женай. Бәрі. Менікі. Бәрімді қарап жоям. Менің Титаник. Өзімнің да ішкізгенім бар болсын. Сімірді ғой. Ішкен адам енді ішіндегісін түгел шығарады ғой. Осы айтқаның жартысы шын болғанда не болдық? Я, рас. Қалып өтірікті қойғылап жіберді. Енді жартысы шын болғанда өлдік. Министрлермен карта ойнайды. Ана, Белый домға жиі барып тұрады екен. Міне, мен ойландыратын жер осы болып тұр ғой. Білмеймін. Мына басым қатып кетті, басым. Қайда жоғалды? Бұйрық бөтен! Қарғашы қарқатып алынған ше. Бұлай тұршы. Үйге бірде-бір бизнесмен купец дегендер вообще жоқ болдың ба? Құттың ба? Енді бар да, анан есін алдына күзет. Жоғалды. Құп болады. Басымның не болып кеткен білмеймін. Тура мені дарға апара жатқан секілді. Ана ұйықтап жатыр. Сендер де барып дем алып алыңдар. Ана буфетке барып темекі шегіңдер, арақ ішіңдер. Егер беріп жатса шынымен де. Ой, Юля, ойнап жіберіңдерші. Иә, музыка, давай. О. Открой.